Қалай ойлайсыздар? Фейсбукты, тағы да әлеуметтік желілерді ашып қалсаң, әкімдер жүреді анаған құттықтау жасап, анаған гүл апарып, ардагерлердің үйін аралап, немесе бір аналардың үйін аралап, тағы бір жерлерде жүреді. Сонда біздің жұмысты кім істейді? Негізі әкімдер. Әкімдердің міндетіне кіре ме? Халықты аралап, үйлеріне барып, немесе соларды құттықтап, құттықтау қағаздарын жазып, грамоталар жазып. Халыққа керегі құттықтаулар емес, орындалған уәделер, жөн түзу жолдар. Әрбір өздеріне жүктелген міндетті орындай алатын білікті қызметкерлердің болуы. Ұзақ сонар массовкаға адам жинап алып өткізетін жиналыстардың кімге керегі бар? Бізге жақсы жұмыс орындары, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартатын әрекеттер, соларға керегі. Құттықтаулар бізге не керегі бар? Мен соған таңғаламын, сосын жаңа өзім таңғалып отырмын да, қалай олар уақыт табады деп. Біз заңгерлік компаниямыз. Мен мысалы үшін мүлдем уақыт таба алмай отырмын. Әлдекімдерді, біреулерді барып құттықтамақ түгіл, өзімнің туысқандарым, жақындарымды көретін уақыт таба алмай тұрмын. Тіпті өзіме өзім уақыт таба алмаймын. Кеше қарап жатсам, балам ұзыннан сырайып жатыр да, үлкен балам. Өсіп кетіпті. Досым жаным. Ішім удай ашыды. Тіпті мен оның жас кезі, бала күні есімде жоқ. Әкімдер сонда оның бәріне қалай уақыт табады, қалай сонда кім жұмыс істейді? Мен сол санама сол кірмей тұр да, ашып қалам Фейсбукты, құттықтап жатады, мероприятие өтеді, шаралар. Ей, әкімдерді біз айлықта сендердің біреулерді құттықтап жүргендеріңе, үй аралап, тағы да біреулерге мадақтап жүргендерің емес. Біз ақшаны елдің жағдайын жақсартатын қадамдар мен шаралар қабылдау үшін, елдің, былайша айтқанда біздің еліміздің қамын ойлайтын адамдар соған сәйкес жұмыс істеу үшін біз ақша төлейміз. Біреулерге грамот ұстап тұрады бүйтіп. Мәз, біреуге мақтау қағазын, біреуге ойбай анау жылдың жомарты, жылдың мұндай. Меніңше болмайтын нәрселер секілді. Одан да дұрыс, заңда көзделген өздерінің міндеттерін орындаған дұрыс. Сіздер қалай ойлайсыздар? Әкімдердің өстіп жүрген дұрыс па? Халыққа жақын болу үшін халыққа жағымды әрекеттер жасаңдар. Ал енді құттықтаумен туысқандар да айналысады.